Сауат ашу 114-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, П дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен мәтінді түсініп оқисың, сурет бойынша мазмұнын айтасың. Мұғалімнің көмегімен мағынасы жоқ сөздерді ажыратасың. Балалар, дым білмес бізге мынандай әріптік жұмбақ жіберіпті. Қане бірге шешіп көрейік. Партада бар, тақтада жоқ. Пілде бар, тілде жоқ. Ол қандай әріп деп ойлайсыңдар? Парта деген сөзде бар, тақта деген сөзде жоқ екен. Піл деген сөзде бар, тіл деген сөзде жоқ екен. Әрине дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл П әріпі. Біз өткен сабақта балалар П дыбысымен әрпімен танысқанбыз. П дыбысы дауыссыз дыбыс екенін білдік. Ол сөздің басында, ортасында және сөздің соңында кездеседі дедік. Ендеше балалар, П дегенім пышақ, алма жүзін ұстап. П әрпіне байланысты тіл ұстарту жаттығуын жаттап алайық. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Жаралы кептер. Талап жаралы кептерді үйге алып келді. Жараланған жеріне йод жақты. Кептерді қорапқа салды. Алдына жем, су қойды. Талап жазылған кептерді далаға ұшырды. Көк кептер әуелеп ұшып кетті. Талап қатты қуанды. Балалар, сурет арқылы осы мәтіннің мазмұнын баяндап көрейік. Келесі тапсырма. Суреттегі заттарды атап, дыбыстық талдау жаса. П әрпінің орнын ата. Яғни балалар, мына суреттегі заттарға дыбыстық талдау жасап, П әрпі сөздің қай жерде кездесіп тұрғанын айтайық. Төртінші тапсырма. Мағынасы жоқ сөздерді қолданып, пілді сипатта. Балалар, мағынасы жоқ сөздерді біз білеміз. Олардың айтылуы, жазылуы әртүрлі болғанымен мағынасы бірдей ұқсас келеді. Қане сол сөздерді қолданып пілді сипаттап көрейік. Жарайсыңдар балалар. П әрпіне байланысты жаттығуды орындаймыз. Жұмыс дәптеріміздің 21-ші бетіндегі П әрпі бар сөздерді көркем, әдемі етіп жазайық. Іске сәт балалар, жарайсыңдар.